Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін банофи пай пирогын жасаймыз. Бізге керек болады комнатный температурадағы сары май, шекер, шым-шым тұз, жұмыртқа саламыз. Жақсылап венчиктің көмегімен немесе вилкамен араластырып аламыз. Араластырып болған соң үстіне ұнымызды разрыхлитель салып қамыр илейміз. Ең алдымен формамызды сармаймен шет жақтарын майлап алатын боламыз. Тестамызды жақсылап жайып аламыз. Жайып болған қамырымызды шанышқымен осылай бетін тесіп алатын боламыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Ортасындағы салмасына бізге қажет болады 2 штук банан и вареная сгущенка. Қамырымыз піскен соң үстіне варенкамызды салып, жағып шығамыз. Жағып болған соң үстіне жаңағы кескен банандарымызды қойып шығатын боламыз. Банандарымызды қойып болған соң креммен әсемдейтін боламыз. Бұл жердегі крем, мендегі крем-чиз. Пирогымызды міндетті түрде 1-2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз.